кәсіптік тәжірибесі өндірілімге жеті бір орталық алты кәсіби оқушы қабылдайды. Тігіншілік кәсібінде осы заман киім-кешегін тігу, ою-өрнек салу, машинамен кестіру шеберлігі үйретіліп, қойылымдар заказ етіліп, майға беріледі. Аспаздықта жұмыс жасалып, сұйық қуырмаштардың 100-ден астам, тағамдардың 50-ден астам түрлері әмелиятымен үйретіледі. Балбөшеде пірамид жасау, гүлді әшекейлі әстері, шаштаразды нажарландыру, шашалып, пиралау, қасығы сөйлеп өтіп нажарландыру өнерлер, орыс тілінен жазып оқу, тыңдау, сөйлеу сабақтары беріледі. Әр кәсіптің оқыту мерзімі өлшеу оқуға жаттығу жүзеге тоқсан курстан үкіметтің диплом және атақтарын беріледі. Қызметке таныстырылады, қалаған уақытта келуіңіз болады. Екінші жайымыз Ырым қаласының Enzін жолаушылар бекетінің батысқа қарай 150 метр жүрген жолдың оң жағынан бастап Баушын сарайының артынша қатарында. Байланыс жасаушы Бағырам Ағайағыз, телефон 138-999-56 Сәлеметсіздер ме, сүйікті көрермен достар, хабарымызды көруге шақырамыз. Жүрмен жазбай тарихын күймен жазып қалдырған халқымыздың өзіне тән 130-дан астам ұлттық музыка аспаптарының болғандығы жазба деректер мен аңыздарда анық баяндалады. Ал бұл күндері біздің құрбыларымыз да міне осы ұлттық мұрамызға мұрагерлік етіп, ұмыт болып бара жатқан ұлттық музыка аспаптарымызды жаңғыртып жасап, рухани байлығымызға өзіндік үлестерін қосып отыр. Бүгінгі хабарымызда Күнес ауданындағы 30-дан астам ұлттық музыка аспаптарымызды жаңғыртып жасаған Серікжан есімді өнерпаз құрбымызбен тілшілеріміздің өткізген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Қанекей қабылдаңыздар. Ұлт мұрасынан мұрагерлік ету әрбір ескі ұрпақтың еншісіндегі ұлағатты міндет. Аңыздарға және жазба деректерге қарағанда, халқымызда домбыра, қобыз сияқты музыка аспаптарынан сырт, дауылпаз, сырнай, шыңдауыл, шертер, жетілен, азатаяқ, даңғара, аққу қатарлы тағы басқа шертпелі, ырғамалы, үржемелі музыка аспаптарынан 130-дан астам түрі болғандығы айтылады. Қазақ музыка аспаптарының тарихы үйсін сақ заманынан таратылады. Бұл күндері домбыра мен қобыздан басқа ұлттық музыка аспаптарымыз көрнеки үлкен-кішілі концерттерде Іле Қазақ автономиялы облыстық ұлт аспаптар оркестрі, сондай-ақ Алтын аймағы, Тарбағатай аймағы және басқа аудандардағы ұқсамаған көлемдегі ұлт аспаптар оркестрі жағынан еміс-еміс көрермендерімізбен жүздесіп келе жатқандығы барлығымызға белгілі. Ал қазір ұлтымыз арасында ең көлемді шалқыласқан музыка аспабы домбыраны жасайтын шеберлеріміз көп болғанымен, қалған ұлттық музыка аспаптарымызды жаңғыртып жасаушылардың саны жоқтың қасиеті. Ел іші өнер кеніші дегендей, тіршілік барымен жүргенімізде Күнес ауданынан Серікжан есімді құрбымызды жолықтырдық. Бұл азамат ұлтымыздың 30-дан астам музыка аспаптарын жаңғыртып жасады деген жақсы лепес құлағымызға шалынған соң, тізгін ұшымен жеткен едік. Әуелі бар екенді айтып қуанатын игілікті бастамаға куә болып, көңіліміз тоғайып, мәрме сәре болдық. Бұл күндері Күнес аудандық 5-ші орта мектепте әсемнің оқытушысы болып жұмыс істейтін Серікжан Ысқақбекұлы бала жасынан музыкаға әуес болып жетіпті. Сондай-ақ ағаштан түйін түйетін ағашшылық өнеріне жетік азамат кейін келе ұлттық музыка аспаптарын жаңғыртып жасауға кірісіпті. Қазірге дейін Серікжан 30-дан астам ұлттық музыка аспаптарын жаңғыртып жасап, әуелі алдын базарға салып үлгеріпті. Әрине жастар ертеңгі тарихтың, ұлттық мәдениеттің, салт-дәстүрдің жалғаушысы, мұрагері. Біз өзіміздей ұлт мұрасының мұрагері болған құрбыларымызбен мақтанамыз. Әйтсе осындай қазақтың ұлттық музыка аспаптарын жасаусында ардақты өнер өзіңізге қалай тарап, қалай ойыңызға келді екен? Музыка өнеріне осы кішкентайымнан қызығып, естілгелі сол домбыраны шертуді үйрендім. Біздің отбасында ауыл арасындағы әнші күйші өнерпаздар үнемі жиі келіп тұратын. Солардың тәсілі де бұрын мүмкін. Сол домбыраны өзім қызығып, шертуді бастап үйрендім. Ал енді кейін домбыра жасауға, ұлтымыздың басқа да музыка аспаптарын жасауға қалай әуес болдыңыз? Мен домбыра шертумен бірге домбыраның негізі құрылымына, құрылысына ден қойып, алғаш өзім енді домбыраны өзім жасап бастадым. Кейін композитор Жақсыбек Оралбекұлы ағамыз келіп осы менің өнерімді көріп, осы домбыра үйретіп, қазақтың ұлттық аспаптарын да жасап үйретті. Жақсыбек ағаның тәрбиесінде алғаш домбыра жасап үйреніп, кейін сол кісінің тәрбиесінде қазақтың ұлттық музыка аспаптарын жасауды үйрене бастадым. Алдарыңызда тұрған неше аспапты өзім өз қолыммен жасап шыққан музыка аспаптар. Оларды неге негіздеп қалай жасаған едіңіз? Оларды енді
сол жақсы болғанға естігендермен, кейбір кісілердің аңыздарынан негізделіп, өрбімен материалдардан тарихи кітаптарды ізденіп, бос уақыттарда осыларды көру арқылы олардың өлшемдері, олардың құрылымы, олардың формасы, олардың дыбыстарына негізделе отырып, қайталай осы аспаптарды жаңғыртып жасап шықтым. Серікжанның жасаған 30 неше түрлі музыка аспаптарының ішінде біздің ұлттық музыка аспаптарымыз, яғни шертпелі музыка аспаптары, үндемелі, ырғамалы, соқпалы музыка аспаптарының қай-қайсысы бар. Ал енді қазір біздің ұлтымыздың арасында ең кең таралып жүрген музыка аспаптары шертпелі музыка аспаптары, яғни домбыра мен қобыз. Сондықтан біз әңгімемізде көбінесе ұлтымыз арасында ұмыт болып бара жатқан барбыт, аққу сазы сияқты музыка аспаптар жөнінде көбірек тоқталуды жөн көріп отырмыз. Ең әуелі қазір өзіңіздің қолыңызда отырған осы барбыт деген музыка аспабын қалай жасадыңыз, оның жасалу материалы не, және ол қалай шертіледі? Материалдардан, кейбір деректерден көруімше, барбыт музыкалық аспабы ежелгі қазақтың ұйытқы тайпасының бірі болған, мына Үйсін тайпасының негізгі музыкалық аспаптарының бірі. Сол тарих деректерге негізделген кезде Үйсін елінің қаны оңғай биге Қамбатшаның қаншасы Чею қанша ұзатылған екен. Кейін олардың үлкен қызы Дейші қаншайым осы аспапты жоғары өреде, жоғары мағлұматтар шалған дейді. Кейін сол Шаған қаласына барып арнайы әуез аспаптар мектебінде оқып, осы аспапты көптеген күй шертіп, көптеген күй шығарып, осын жоғары өреде шалған. Пипа деген сөз қазуша, жоғары, төмен деген мағынада. Кейін оны жоғары өреде шалғаннан кейін бұны пипа қаныша деп атаған екен, Дейші қанышаны. Кейін бұл барбытты аспаптың негізгі құрылымы, бұның шанағы домбырадан сәл үлкендеу, негізінен сопақша келеді, мойны қысқалау. Бұл негізінен шертіп орындалатын шертпелі аспаптар түріне жатады. Бес шекті, мойны қысқалау деген бес шекті аспап. Бұның ағаш құрылымы негізі бас формасы негізінен көк бөрінің басы дейміз. Қазақтар кезінде көк бөріге тағылған дейді. Бұрынғы бабаларымыз бөрілі менің байрағым деп бабаларымыз жерде осы нақты дәлелі іспетті болып отырмын. Ал енді біздің көрермендерімізге осы барбыт музыка аспабын шертіп біраз өнер көрсетпейсіз бе? Мақұл, барбыт аспабын негізінен медиаформен орындаймыз. Осы аққу сазы атты музыка аспабын қалай жасадыңыз, осы туралы тоқтала кетсеңіз. Бұл аққу аспабы қазақта негізгі музыка аспаптарының бірі деп тарихи деректерде осында жазылған екен. Бұл аспапты мен өз басыммен де бұны көргім жоқ. Енді өзім осы тарихи деректердегі кейбір жазба деректерге негізделе отырып, осы аспапты өзім қайталай жаңғыртып жасап шықтым. Өз ой жабаңыз бойынша? Өз ойымды жасап шықтым. Енді осының негізгі формасын алған кезде мен аққудың негізгі шұқтыр айтқан аққудың негізі мына шанақ формасы негізі денесіне ұқсаттым да, мына жерін домбыраның мына мен кеңейтіп алдым жерді. Енді мына салы негізінен қысқалау келген, бас формасы осы аққудың негізі бас портретін алдым. Осындай формада бұл музыка аспапты бір жолда жасап шықтыңыз ба? Бұны бір жолда жасамадым. Мына екінші нұсқасы алғаш рет мына шанақ бөлімі мына түзу формада алған. Кейін мұның дыбысы біраз қысылып шықты да, кейін домбыра шанақ секілді мұнда кеңітіп алып едім. Бұны осы жолы жасағаным негізгі өлшемде екен деп ойлаймын. Ал енді осы аққу музыка аспабында орындалған күйді де мүмкін болса тыңдап көрсек. Мақұл, мен енді өзім нақтылы кәсіптік музыкант емеспін. Барлық музыка аспаптарында шертіп кете алмаймын, сондай болса да бір қайым күй орындап берейін. Өзіңіз жасаған осы жетіген музыка аспабын қалай жасадыңыз, осы туралы азырақ түсініп бересіңіз? Жетіген аспабы қазақ ұлтының байырғы музыкалық аспаптарының бірі, бұл шертпелі музыка аспап. Енді негізі құрылымы көлемі негізінен 1 метр айланасында болып келеді. Бұрынғылар осыны астауға ұқсатып шауып жасаған екен. Мен негізі сандық формасында жасадым.
Ол негізі төрт формасында болады. Бұның енді шегі бұрынғы мына аттың қылынан шек тағар екен, әзір енді біз сүрлем шек тағып отырмыз. Шегі 7 шек, 11 шекті де болады. Негізгі мына бұған енді тиек орында мына асық істетіледі. Дыбысты осы асықты жоғары төмен жылжыл арқылы осыған теңшеп шығамыз. Ал енді осы ауылдағы өнерпаз азаматтардың орындауында Сейілжанның жасаған жетігенінен бірер қайырым күй тыңдайық. Бізге бейтаныстау болып бара жатқан қалған музыка аспаптарында біздің көрермендерімізге таныстыра кетсеңіз. Мынау шіңкілдек музыка аспабы қазақтың бұрынғы дәстүрлі музыка аспабы. Бұрын қазақтар негізінде мына қанжығаға байлап алып жүріп жетеді екен. Мысалы Қыз Жібек пен Төлеген киносындағы шеге ақынның шерткен домбырасы осы шіңкілдек домбырасы болады. Мәселен бұл енді дауысы формасы жаңа кішкене, дауысы шіңкілдек секілді шығады екен. Қолыңыздағы бұл не аспап? Мына аспаптың аты аттың жақ сүйегінен жасалған атты саз деп. Енді бұл тарихи деректерде бұның дерегі жоқ екен. Енді өзіміз сол осы аттың негізі жақ сүйегінен қарап отырып, осыдан бері музыка шығады екен. Мысалы мынаны мына жерде қуыстан пайдаланып, мына жерге тер шаптап, осы тер арқылы мына жерде тоқылдаған музыкалық аспап дауыс шығады екен да. Осыған негізделіп оны да бір музыка қатарына кіргізіп жасап шықтым. Бұлай сабына ұстап, бір соққан аспаптар кіреді. Мына жағынан да екі түрлі дауыс. Мына музыкалық аспаптың аты сылдырмақ асатайық. Бұның негізінен оркестрлерде көп қолданылып жүр. Мысалы сылдырмақ қалай дауыс. Музыкалық ритмге осылай қарайды. Мына аспап болса үкілі асатайық дейміз бұны. Бұл аспап қазір оркестрлерде көптеген қолданылып жүр. Негізінен мына аспап болса негізінен мынау мүйіз тақылдақ деген аспап. Негізінен бұны да сол тақылдатып орындалады. Екі енді мынада бірі ұзын мүйіз, бірі қысқа мүйіз. Екі түрлі мүйізде біреуінен шыққандақ екенін ұқсамаймын. Мына музыкалық аспаптың аты ат тұяқ, немесе тай тұяқ деп атаймыз. Тайдың негізі тұяғынан жасалады. Негізі оркестрлерде қолданылып жүр. Мына аспап болса шыңдауыл деген аспап. Шыңдауыл. Негізгі формасы осындай болып келеді. Іші қуыс. Негізінде қоңырау формасында жасалады. Бетіде ағаш бар, тері ме? Терімен қаптырғанына. Бұл қалай болады? Соққан музыка аспап, мына қолмен соғылғандаймыз. Мына музыка аспап қазақтың негізгі нормал қоңырау музыкалық аспабын тәбәтақтарын. Алдарыға тұрған мынау дауылпаз музыка аспабы қазақтың байырғы музыка аспаптарының бірі. Қазір енді бұл оркестрлерде үнемі қолданылып жүрген аспап. Бұның негізгі формасы 3 пұтты іші қуыс болады, бетіне негізінен тері шаптырады бұғанда. Мәселен, соған аспап. Қолында тұрған мына аспап қазақтың бұрынғы байырғы аспаптарының бірі. Бұның аты саз деген аспап. Саз. Енді бұның негізгі формасы шанағы негізінен ұйғырлардың тәмір формасында келеді. Мойны ұзын, 5 шектен, көп шекті алады деп жазылған 5 шекті. Ана 2 шек, бір шек негізінен 3 шек формасында тағылады. 2 шек, астыңғы 2 шек. 1 шек есебінде қолданылады. 1 шек, сонда 3 шек дейміз енді. Бұлай қарағанда 5 шек болады. Бұл аспаптың аты шертер музыкалық аспабы. Оның негізгі формасы шанақтың жарым бөлігі негізінен терімен қапталады. Мойны аз домбырадан аз қарағанда қысқалау келеді. Негізгі 3 шекті. Енді мына 2 шек, сол домбыраның негізінде үстіңгі шек, мына сол бұрап аккорд негізінде теңселеді. Қолында тұрған мына аспаптың аты қос домбыра.
мына астыңғысы негізінен домбыраның формасымен жасалған екі сапты домбыра. Мынау негізінен прина болып жасалды. Қазір енді мен домбыра формасында жасадым. Бұның негізгі үлгісі артты түзу қақпақты жасадым. Домбыра қақпақты жасау болады енді. Мен әзір мен түзу қақпақты жасадым. Тағы да осы ауылдағы өнерпаз жігіттердің орындауында қос домбырадан да бірер қайырым күй тыңдайық.